Ауыл партиясының жастар қанаты жаңа идеялармен, жалынды рухпен, жігерлі қадамдармен алға басып келе жатқан болашақ көшбасшылар мектебі. Адал еңбекпен ауыл қамын ойлап, нақты істер атқарып жүрген жастың қатары бүгінде 20 мыңнан асып жығылады. Мен 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялаймын. Осы уақыт ішінде техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау қажет. Сондай-ақ біз жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттаймыз. Адал әрі табанды еңбегімен табысқа жеткен адамдар қашанда құрметті, сыйлы болу керек. Бұл біз ұсынып отырған адал азамат, адал еңбек, адал табыс қағидатына толық сай келеді. Ауыл партиясының қалыптасқан дәстүріне сәйкес, жыл сайын еліміздің барлық өңірінен ауыл жастарын жинап арнаулы форум өткізіледі. Осы уақытқа дейін Батыс Қазақстан, Ақмола, Алматы облыстарында ұйымдастырылған форумға 650-ден астам жас қатысып, ауыл жастары көтерген мәселелер мәжіліс мінберінен қолдау тауып, үкіметке тиісті сауалдар жолдануда. Ауыл партиясының волонтерлары халықтың қуанышы мен қайғысында әрқашан жанынан табылады. Елімізде су тасқыны кезінде 7 облыста 1500 волонтер белсенді жұмыс жасап, партия тарапынан зардап шеккендерге 213 тоннадан астам гуманитарлық көмек көрсетілді. Қысылтаяң тұста ауыл партиясының жастар құрылыс жасақтары Петропавл қаласының Бірлік шағын ауданында 200 үйдің және Батыс Қазақстан облысының Сырым ауданында 50 үйдің құрылысына атсалысты. Жастар ақылы еңбек етіп, жазғы демалыстарын тиімді өткізуге мүмкіндік алды. Ауыл партиясы төрағасының тапсырмасымен ауылдық кітапханалардың кітап қорын ұлғайту, жастардың білім мен ғылымға қызығушылығын арттыру бағытында 500-ден астам іс-шара ұйымдастырылды. Соның ішінде кітапқа екінші өмір сыйла атты жалпы республикалық акция аясында 20.799 кітап жиналып, 29 ауданға, 59 ауылға таратылды. Биыл еліміздің барлық өңірінде жастар ортасында 1000-нан астам іс-шара өткізілді. Ауылдық жерлерде жастар кәсіпкерлігін дамыту жобасы аясында еліміздің 8 өңірінде арнайы 4 күндік семинар тренингтер ұйымдастырылды. Жастарымыздың әрбір қадамы еліміздің жарқын болашағына апарар жол. Біздің қатарымызға қосылған әрбір жас елдің болашағы үшін маңызды. Біз бірге үлкен жетістіктерге жетіп, ауылдарымыздың деңгейін көтереміз.